Сәлеметсіңдер ме? Қазір бізде көркем еңбек сабағы. Сабақты жүргізетін мен Құттымұратова Полсия. Сабақтың тақырыбы киіз үйдің ішкі көрінісі. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын компьютердің алдында дұрыс отыру ережелерін есімізге түсірейік. Аяғымызды тік ұстап, аяғымызды еденге тигізіп, көзімізбен монитордың арақашықтығын сақтаймыз. Бүгінгі сабағымызды мына өлең шумақтарымен бастайық. Гүл өсірсең терлеп, бұның аты еңбек. Кесте тіксең зерлеп, бұның аты еңбек. Қиындықтың барлығын еңбек қана жеңбек. Жарайсыңдар. Өткен сабаққа шолу жасайық. Оқушылар, өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық? Өткен тақырып бойынша есімізде не қалды? Балалар, үйге қандай тапсырма берілген еді? Кім айтады? Дұрыс айтасыңдар, ерекше үлгідегі ашық хат жасап келуге берген болатынмын. Қазір барлығымыз бір-бірімізге көрсетіп, бір-бірімізді бағалайтын боламыз. Жасап әкелген жұмыстарыңды көршілеріңе жұптарыңды көрсетесіңдер, жұптар бір-бірлеріңді от шашу әдісі арқылы бағалайсыңдар. Жарайсыңдар оқушылар. Бүгін біздің жаңа тақырыбымызды анықтау үшін мына бейнебаянға назар аударыңдар. Оқушылар, бейнебаян не туралы? Бейнебаяннан не түсіндіңдер? Кигіз үй жайлы не айтылған? Тамаша, жарайсыңдар. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз кигіз үйге байланысты. Жаңа тақырыбымыздың аты кигіз үйдің ішкі көрінісі. Айтып тұрғандай, біз бүгін кигіз үйдің ішкі құрылысымен жақынырақ танысатын боламыз. Кигіз үй көктем, жаз және күз мезгілдерінде қоныстан қонысқа көшіп жүру жағдайына қолайлы құрамы үй. Оның қабырғасы торлап көктелген керегеден тұрғызылады. Керегеге әдетте екі түрлі болады. Оның бірі кең көзді кереге, желкөз деп аталады. Бұл артуға жеңіл, бірақ сәнсіз, сүйегі жеңіл болғандықтан желге төзімдісі болып келеді. Екінші түрі тар көзді кереге, тор көз деп аталады. Ол артуға ауырлы болғанымен желге өте төзімді. Кереге жиналмалы, бөлек-бөлек қанаттардан жасалады. Ал керегеден жоғары сыйдан жіңішке ағаштар жұмырлап жасалып, қарны елген уақыттардан қосырылып күмбез шығарылады. Ал енді оқушылар, біз тәжірибелік жұмыс жасайтын боламыз. Жұмысқа кіріспес бұрын ең алдымен топқа бөлініп аламыз. Мен сендерге 3 түрлі сурет таратып беремін. Сол бойынша 3 топқа бөлінесіңдер. Бірінші топ шаңырақ тобы, екінші топ кереге, үшінші топ уық тобы деп аталады. Сол топ бойынша бөлініп отырамыз. Тамаша. Ал енді топқа тапсырма. Бірінші топ шаңырақтың макетін жасайды, екінші топ шаблондар көмегімен сырмақ құрастырады, ал үшінші топ кигіз үйдің көрнекіліктерін, яғни ою-өрнектерін ойып жасайтын болады. Ою-өрнектерді түрлі түсті қағаздардан, қатты қағаздардан жасайды. Жұмысқа кіріспес алдын қауіпсіздік ережесін есімізге түсірейік. Мұғалімнің рұқсатынсыз жұмыс жасамау. Мұғалімнің нұсқауы арқылы тапсырма орындау. Сабақ барысында қолданатын үшкір, бояғыш, желімдеуіш құралдарды мұғалімнің рұқсатынсыз пайдаланбау. Үшкір, бояғыш, желімдеуші құралдарды пайдалану кезінде орныңнан тұрып жүруге, көршіңе қарай бағыттауға, сынып ішінде тұрып жүруге қатаң түрде тыйым салынады. Осы ережелерді қатаң сақтаймыз. Жұмысымызға кіріспес алдын бойымызды сергітіп алайық. Қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, жұмысымызға кірісейік. Тамаша оқушылар, жарайсыңдар, өте жақсы жұмыс атқардыңдар. Қазір біз кигіз үйдің тарихымен танысатын боламыз. Тақтаға назар аударыңдар. Мен сендерге бейнебаян дайындап әкелдім. Мұқият тыңдаймыз. Балалар, бейнебаяннан не түсіндіңдер? Қандай дерек сендерге жат болды? Білетін мәліметтерің болды ма? Тамаша, жарайсыңдар оқушылар. Ал енді келесі тәжірибелік жұмысымызға кірісейік. Біз қазір сурет саламыз. Жай сурет емес, заманауи үлгідегі кигіз үйдің суретін саламыз. Әркім өз фантазиясына, яғни қиялына сүйене отырып, түрлі үлгідегі кигіз үйді саласыңдар. Тамаша оқушылар, жарайсыңдар, өте әдемі заманауи кигіз үй шықты, иә? Ал енді қорытындылайтын да уақыт келді. Мен қазір сендерге лайк және дизлайктың стикерлерін, яғни күлгештерін таратып беремін. Лайкқа, көк түсті стикерге бүгінгі сабақта тиімді болған, қызықты болған материалдарды жазасыңдар, ал қызыл лайкқа керісінше ұнамаған білімдерді, яғни кезеңдерді жазасыңдар.
Тамаша, рахмет оқушылар. Менің қолымда қима қағаздар тұр. Бұл қима қағазда боялмаған кигіз үй. Сендер бүгінгі сабақ бойынша кигіз үйді бояйсыңдар. Егер сендерге бүгінгі сабақ ұнаса, қызықты өтсе, кигіз үйді жасыл түске, сабақты ортаңға деңгейде өтті деп есептесеңдер сары, ал керісінше ұнамаған болса, қызықсыз болды деп есептесеңдер қызыл түске бояйсыңдар. Жарайсыңдар оқушылар. Рахмет, мен кейін қарап шығатын боламын. Ал енді үйге тапсырма. Киіз үйдің кез келген бөлшегін қатты қағаздан жасап, безендіріп келесіңдер. Сабақ үшін рахмет, сау болыңдар.